қадірлі оқырмандар, бүгін біздің сіздерге таныстырғалы отырған кітап көрмеміз қазақтың қайсар тұлғалы, елі үшін еңбек еткен ағартушы, үш бәйтерек атанған үш жақсымызға арналады. Бұл кітап көрмеміз үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Сәкен сыршыл ақын деп аталады. Екінші бөлім қазақ поэзиясының құлагері. Үшінші бөлім алып тұлғаның әдеби мұрасы. Қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин қазақ әдебиетіне өлшеусіз үлес қосқан айтулы ақын, қарымды қаламгерлер. Үшеуі де бір ғасырдың тумалары. Бүгін біз осы үш тұлғаның кітап көрмесіндегі бірнеше шығармалары туралы тілге тиек етпекпіз. 1976 жылы Алматы баспасынан жарық көрген Тұрсынбек Кәкішевтің өнегелі өмірі. Бұл кітапта Сәкеннің қат-қабат оқиғаларға толы өмірі, сондай-ақ шығармалары терең зерттелген, әдеби ғылыми қауымнан көрнекті баға алған туындысы. 2009 жылы жазушы баспасынан жарық көрген Тар жол тайғақ кешу тарихи романы. Мұнда негізінен 1916-1919 жылдарға оқиғалары толығымен қамтылған, Алашорда арыстар жайлы әдеби пәктіге сүйеніп шығарған құнды шығарма. Екінші бөлім қазақ поэзиясының құлагері деп аталады. Бұл бөлім қазақтың асыл азаматы ақын Ілияс Жансүгіровке арналады. Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын кемеңгерді деп, артына өшпес із қалдырып, қазақ поэзиясының құлагері атанған Ілиястың дала деп аталатын кітабы. 2013 жылы жарық көрген бұл кітапта Ілияс бабамыздың өлеңдері мен аудармалары және поэмалары жазылған. Қадірлі баға жетпес анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі, төрт бөліп күн ұйқысын жұғадам деп, сенімен әлдилеген анам ділі. Ұлтына қызмет етуден жалықпаған ақынның небір өлеңдері осы кітапта. 2019 жылы Алматы Абзалай баспасынан жарық көрген құлагер шығармасы. Бұл көп томында өлең толғаулары енген. Әсіресе мұнда Ақандай осы тауда сері жүрген деп аталатын Ақан атты өлеңі құлагердің құнын асырып, Ақанның арманын ашады. Үшінші бөлім алып тұлғаның әдеби мұрасы. Мұнда 2003 жылы жазушы баспасынан жарық көрген көп томдық шығармалары қойылған. Мұнда әңгімелер, фельтон, мақалалар жинақталған. Көбінде 1928-1929 жылдар аралығындағы әңгімелер, мақалалары енген. 2003 жылы Қазғұрт баспасынан жарық көрген бұл кітап Бейімбеттің заңғар тұлғасы, шығармашылық қасиеттері жан-жақтылы зерттеп құрастырылған. Ал мына 1999 жылы Елорда баспасынан жарық көрген Шұғаның белгісі атты әңгімелер мен повестер жинағы оқыған адамды бірден баурап алады. Себебі не мұңлық бұл дүниеде қыздар мұңлық, атадан мұңлық болып неге тудық, атадан мұңлық болып тумас едік, бұрынғы ата-баба жолын қудық деп, сол замандағы қыздардың мұң мен зарын, шынайы махаббаттың келбетін ашқан керемет шығарма. Елі үшін еңбек етіп, ұлты үшін ұлылығын танытқан туындылар үш арыстың құнды шығармаларынан табылады. Кітап оқы, кітап өрге жетелер, біліміңді одан сайын еселер, өткен осы кітаптарда жазылған тарихтың бүгіні мен кешелер.